Қайырлы күн! Бүгін сіздермен бірге Мақпал дәл осы өте керемет болып шығатын печеньенің рецептісімен бөліскелі отырмын. Өте нежный, дәмі бал татып тұратын печеньені бірге дайындайық. Комнатный температурада тұрған осы өнімдерден қамыр илеп аламыз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, бірден жая бастаймыз. Бірінші жайымнан мен рогалики жасаймын деп шештім. Ол үшін бетіне мак пен қант себелеп алдым. Сіздер қалауларыңызға қарай начинка салсаңыздар болады. Дәл осы рогаликтерімізді орап, бетіне қант себелеп, противеньге салып 180 градуста 10-15 минуттан асырмай пісіріп алатын боламыз. Олай болса, келесі рогалик пісем дегенше келесі күлшемізден печенье формировать етіп жасап алдым. Айтпақшы, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер, комментарий жаза кетіңіздер. Рогалики піскеннен кейін келесі печеньемді салып, дәл солай пісіріп алдым. Өте көп болып шықты, дәмді. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.